Барлығыңызға да сәлем, сіздермен бірге және бүгін біз Майнкрафт ойынында выживание бастайтын боламыз. Көріп тұрғаныңыздай, міне мен дейтін уже мирді бастап қойдым, но выживание едім жоқ. Обычный простой выживание. Мына выживанияда біз дейтін просто өмір сүрмейміз. Мен дейтін максимально әдемірек жасауға тырысам, үйлерді барлығын әдемі болады, барлығы да әдемі болады. Көріп тұрғаныңыздай, біз дейтін өте жақсы жерде заспамить еттік. Бұл жерде теректер барлығы бар, сиырлар барлығы бар кәм. Идеальный жерде тұрып қалдық. Мен даже пещерасы да бар. Қазір, ой, білейін, құттай күте тұрасыздар ма? Мен дейтін звукты құттай азайтайын. Вообще громкості былай 6-ға дейін апарып қойықты. Енді давайте жылдам теректердің барлығын алып алайық. Что бізге керек болып болады қазір дейтін, біз ең бірінші үйімізді салуға ең жақсы зат. Блин, шейдерлармен ойнағанда бір түрлі екен, себебі көріп тұрғаныңыздай жан-жағында аспандар тұр. Оп, все, бізде енді 5 терек бар. 5 терек дейтін өте жақсы. Қазір бізге верстак барлығын салуға көмектеседі. Сіздер өздеріңізді білесіз ғой, қалай жасау керек екен. Майнкрафтта сіздер ойнаған шығарсыздар, мына каналда болсаңдар. Корейск барын алып тастаймыз да. Жылдам біз дейтін кирка жасауымыз да. Сол киркадан кейін каменный инструменттар жасаймыз. Каменный инструменттар сіздер білесіздер деп ойлаймын. Ең басты зат бізде қаншалықты железный барлығы болмасын, бізде каменныйсыз ешқайда бармаймыз. Ал даже алмазный болған кезде де каменный қолданатын боламыз, себебі каменный дейтін ең оңай табылатын және ең керек инструменттердің бірі. Бізде уже мен жерде уголь тауып алыппыз, мен жерде уголь бар, значит қазір печка жасаған кезде сразу же барлығын сразу же оны қолдануға болатын болады. Қазір жылдам мен жерден алып алайық. Мен бірақ бір жерде қонғым келмейді. Мына жерде мен дейтін таулардың арасында тұрғанды өте жақсы көрем. Сол үшін кәт тауларды іздеп көреміз. Мен жерде көріп тұрғаныңызда уголь біреу емес, оказывается, мен жерде бірнеше уголь бар екен. Өте жақсы ол, реально бізге красиво бар ғой. Қазір сон барлығын алып аламыз да жолға шығамыз. Не істейміз басқа енді қазір жескі тауып 20 шақты каменді, сосын уже болды. Бізге басқа керек жоқ, артық керек жоқ пока что. Өйстіп алып та угольді резко алып аламыз да кеттік. Мен қазір бар ғой, мен дейтін ножик жасап аламын да. Ең басында ножик. Қазір татырыңыздар. Ой, не өкпет, наған. Көп болды Майнкрафтта осындай выживанияда ойнамағаныма, себебі мен дейтін өздеріңіз білесіздер, басқа не творческие постройкалар жасап жүрдім, сол үшін мен ол жайлы вообще мұнтық беттім. Мұндай зат выживанияны ойнауды. Корейск камин алайық. Бірақ сен маған шерсть керек. Өлтіріп тастадық, сол үшін шерсть керек. Өмір дейтін сондай, если білмесеңіздер, сендерге бірдеңе керек болады, сол үшін бірдеңе жасау керексіңдер деп шейіп кетсем де. Енді давайте кеттік, давайте жылдам тастарды алып алайық. Өте скучный зат деуге болады. Кесіп тастау да мүмкін. Если болашақта мен дейтін осындайды өте көп жасайтын болсам, там не знаю, бір маған 4 стак жер керек деймін де. Мен оның барлығын сіздерге көрсетіп отырмаймын. Тапқанымда сразу же мен дейтін аттатып жіберетін боламын, себебі оның барлығы кімге қызық, оның барлығы ешкімге қызық емес қой. Сол үшін аттатып жіберуге мәжбүр боламын мен. Жылдам кеттік. Мына жерден бізге не керек басқа енді печка жасайық. Печкада қазір мен іздейтін сиыр барлығын өлтірген кезде бізге керек болады. Қазір үстемізде. Опа, сиыр, сіз өлуіңіз керек. Менің тамақ жеуім үшін, мен өлмеу үшін сіз өлу керексіз. Давай кеттік. Вот, привет, овца. Бұлай, кеттік. Мен дейтін кожадан сразу броня жасамайтын болам, себебі ол маған өте керек болады болашақта. Мен одан не жасаймын, қазір айтамын. Ойланып қалыппын өзімде. Мен дейтін книгалар жасайтын болам, сол кезде өте керек болады зачарованный стол жасаған кезде. Сен қайда қашып батсың? Қашпа менен не? Сен етім менікі епті. Жылдам, себебі қазір түн болған кезде бізге қиын болады. Айтпақшы тұрасыздар ма? Сложный ауық қойық, себебі бұлай ойнай берген ол Майнкрафт емес деп ойлаймын. Себебі монстрлар көп болу керек қой, адамдар өлу керек, заттарын кетіру керек, оның барлығы суда ғой, қызық. Барлық қызық суда ғой. Қалған сиырлар қалсын. Себебі олардың барлығы жоқ кетсе, бізге де жаман болады болашақта. Сол үшін жаман болады, короче. Кеттік, не бар тағы адам жерде? Жақын жерлерде полезный ресурстар болса алып алайық. Кеттік, мен жерде көріп тұрғандай зат бар, тростник бар, тростникті алып. О, күшті тауын. Железо бар бізде, болды железо бар достар. Значит, бізде қазір шерсттен қорықпау болады, шерсть аз болады деп. Енді жылдам барайық та, оны тауып алайық.
алып алайық. То есть енді қалай түсуге болады ойланып отырмын мен жерге, қалай түсуге болады. Ары қарай шығып кету керек болады маған, себебі мен дейтін просто так жасамаймын барлығын. Более умно жасау керек, себебі мына Майнкрафтта сен любой жерде өліп қала аласың, ол өте жаман Майнкрафтта. Себебі сен ресурстардың барлығын кетіресің де, сен қайтадан ойнау керек боласың. Білемін, ондай болғым келмейді, барлығы кетіп қалған қалап тұрған жоқпын мен. Сол үшін қазір потихоньку жайлап түсетін боламыз. Бізде ресурстар жетеді ме екен? Үстімізде. Все болды. Қазір енді лестница жасаймыз. Шағын лестница керек бізге. Үстімізде. Онымен бірге еще коммент тауып жатырық, себебі сол өте жақсы болады деп ойлаймын. Коммент тапқан кезде. Ой, секіріп кетпей мен қазір. Не мынау кәдімгідей. Қорқыныш еткен, страшно. Оппа, резко түсіп кетеміз де. Мына жерде не бар? Плейт сүргот. Үстімізде резко. Олай басамыз да. Мына жерде енді лестница жасап жүрейік. Грязьден лестница жасап жүрейік те. Мына жерді сындырып тастайық, резко өтіп кетейік. Сіздерге мынау қызық емес болса, кесіп тастайын ба? Ойлап отырмын, келесіде уже өздеріңіз айтасыздар, комментарияға жазыңыздар. Сіздерге мынау қызық емес, аттатып жүр десең, мен дейтін аттатып жіберемін, себебі маған қиын емес, сіздерге. Ой, бля! Алдымда тупо секіріп кеттім. Енді ең бастысы өліп қалмау керек, достар. Өліп қалсақ, қазір косяк вообще кәдімгідей. Мен босқа түстім ба деген сөз батын жерде. Басқа жерде заспавнить системде, сосын жынданам. Қазір жылдам угіл алып алайық. Ан жерде явно монстрлар бар. Арты қарай барғым келіп тұрған жоқ, шыны керек мен дейтін. Менде даже броня жоқ қазір, тамақ жоқ. Тек қана турт говядинамен барам ба мен ман жаққа? Қате болады деп ойлаймын. Қазір мен жерді кесіп тастайын, себебі мен жер өте скучный. Жоқ, кесіп керек жоқ сияқты. Төрт блокты алу үшін кесем бе? Давайте жылдам алып алайық на блоктардың барлығын, себебі болашақта бізге нам барлығы өте жақсы рөл ойнайтын болады. Ан жақта бірдеңе бар ма? Угіл білейін. Түсеміз ба угілге? Түсейік, достар, бірақ сіздерге көрсетпей-ақ қойым, себебі мынау дейтін өте скучно болатын сияқты. Ал давайте қазір 1 секундтан кейін көріскенше. Ал достар, міне мен дейтін шағын угіл таптым. Енді біз дейтін қайтан көтерілу керек біз деп ойлаймын, себебі қазір монстрлар шығады түнде, сосын маған уже капец деу болады. Өлем мен қазір, мен өлігім бетіп тұрған жоқ, вообще кәдімгідей вариант жоқ ондай. Мен қай жерден көтерілдім? Ұмытып қалдым. Достар, ұмытып қалдым мен қалай көтерілгенімді. Білмеймін даже, ұмытып қалып тұрмын. Бұлай көтерілейікші, бізде камень жететін сияқты. Бәрібір, бұлай көтерілейік. Болды уж. Мен дейтін қазір көтерілгім келіп тұрған жоқ, андай, ал қазір түн болады да, түнде біз уже өлеміз деуге болады. Давайте мен өлгім келіп тұрған жоқ, менің ресурстарым маған қымбаттырақ. Қазір үстемізде, қазір жылдам көтеріліп кетейік. Песоқтың астына қалмай ең бастысы. Резко бастықты ема әдемі екен де, шейдерларды қосып қойып, дұрыс болды екен. Барлығы әдемі, облакалар бар, барлығы истугат айтпақшы настройки графики барамыз да. Динамика элементы шейдер емес. Бізге қазір қайтып қалды. Покачивание камера, анимацияны басамыз да, анимация. Татырыңыздар, құттай. Достар, мен дейтін қазір облакаларды өшіп тастайын деп едім, тауа алмадым. Чөт тауа алмай қалдым. Сіздер жоқ кезде. Ай, бля. Жоламаш маған, жоламаш. Жолама маған, жолама. Мен саған дым істеген жоқпын ғой. Алман жевайық да. Есік потихоньку бұлай. Кеттік. Достар, өлгім келіп тұрған жоқ. Достар, менде өлетін вариант жоқ, менде өлетін. Өлетін вариант жоқ менде. Достар, не, жо. Давай, пока. Достым, давай. Аман болшы. Давай. Хабарласамыз, достым. Хабарласамыз. Менде вариант жоқ бар, мен кетіп баттым бір жаққа. Жалғыш ма? Бос емеспін деймін. Арттан біреу қатыр. Сесіп қалған дұрыс болды күні, қазір өліп қалсам косяк болады. 3 зомбиға қарсы. Достар, мен қорқып тұрмын. Ё-моё. Кетшен зомби долбып. Ебать, кәдімгідей жарты хпмен қалып қойдым ғой.
енді өліп қалмасам болды маған. Қазір өліп қалсам вообще косяк болады бар кәдімгідей. Косяк дегенде косяк болады қазір жылдам. Опа, кроватьқа кәдімгідей құттай зат. Кроватьқа құттай қалып тұр. Фух. Үлгердік қой, әйтеуір үлгердік қой. Міне біздерде каменный век, обновка, охотник на монстров, сосын спи, моя радость усни деген таптық. Мен мұнда 8 железный рудан таптым, көріп тұрғаныңыздай. Енді мынаны жарт етіп бір меч па, бірден жасау керек. Меч кирка жасау керек. Себебі мен қазір өте жақсы таптым. Бір жерден сол дейтін бізге жақсы оатын болады скоро. Кімнан өтіп сияқты, кеттік. Сен өлтірің бітіп тұр, конкретно дейін бара. Өлмеймін, жоқ, өлмеймін. Қорқпау жан. Бля. Скелеттер кәм супер опасный екен, да? Кәм супер опасный скелеттер екен. Блин, мен бір рет өлтіп тастады достар, кәдімгідей. Не в тему оқып қалдым бар, кәдімгідей. Ал енді достар, бірінші түнді біз дейтін пережить еттік. Келесі күнді біз дейтін уже келесі серияда ойнайтын боламыз. Көріп тұрғаныздай біз дейтін уже мына серияда железо таптық, уголь таптық, және инструменттердің барлығын жасадық. Өте жақсы деп ойлаймын бүгінгі күнге. Ал келесі серияда сіздер уже болашақты көретін боласыздар. Болашақта қалай жүретінді көретін боласыздар деген. Сіздермен бірге болған Эйс. Барлығыңызда сау болыңыздар.